Әйелің қабағын түйіп керілсе, шай құйып беруге ерінсе, ұлың ұрысқа сай болса, келінің керіске сай болса, қызың сумақай болса, сол үйдің берекесі түгел кетеді. Қазіргі заман біреулер сен жайлы жақсы сөздер естісе, оны басқалардан жасырады. Егер сен жайлы жаман сөздер естісе, оны басқаларға таратуға асығады. Ал егер сен жайлы еш нәрсе естімесе, ойдан құрастыра бастайды. Өз қадірін білетін, қанағатшыл адам өзгеге қызғаныш жасамайды. Пейілі кең болғандықтан бақытты өмір сүреді. Өзімшіл бейшара адамдар өзгенің жақсылығына іші күйіп, қызғаныштан жарылардай болып, өмірін қайғырып өткізеді. Ұрыс керіс кезінде біреудің көңіліне тиетіндей ауыр сөз айтпаңыз. Кейін татуласып кетерсіздер, бірақ айтылған сөз адамның көкейінде ұзақ уақыт сақталады. Өмірде жалтақ болмаңдар. Біреудің аузына қарап, соның айтқанына көніп, айдауында жүріп, ізеттілік осы екен деп жаңсақ түсінбеңдер. Құлдыраудың себептері: үнемі шағымдану, өкпелеу, ренжу, қателіктері үшін басқаларды кінәлау, ешқашан еш нәрсеге риза болмау. Адам дүниеге келгенде тәкаппар болып туылмайды. Адам туылғанда таза пәк күйінде болады. Тәкаппарлық адам баласына жолдан жабысатын мінез. Бір-екі белестерді бағындырған кезде, бір жұмыстарың өрге домалаған кезде, жолың ашылып армандаған армандарыңа, алға қойған жоспар мақсаттарыңа жеткен кезде, бір кісілерде тәкаппарлық мінез пайда болады. Бәріне өзім жеттім, өз қолымды өз аузыма өзім жеткіздім деп көкірегін ұра бастайды. Негізінде олай емес екенін, Алланың берген бағы, сыйы, несібесі екенін ұмыт қалдырады. Не маңызды? Адаммен қалай танысқаның маңызды емес, қалай араласқаның маңызды. Атқарған шен қызметің маңызды емес, адамдық ізетің маңызды. Доспыз деп жар салғаның маңызды емес, нағыз достығың маңызды. Қымбат көлігің маңызды емес, қымбатта адал көңілің маңызды. Қай жерде туылғаның маңызды емес, адамдық парызды ұмытпағаның маңызды. Алыста жүргенің маңызды емес, қай жерде жүрсең де қадіріңді жоғалтпау маңызды. Қанша оқу орнын бітіргенің маңызды емес, адамдық тірлік, азаматтық іс бітіргенің маңызды. Әйтеуір тірі боп бос жүргенің маңызды емес, жарқырап жайнап өкінбейтіндей өмір сүргенің маңызды. Бұл өмірде түсінгенім, қатты ақ көңіл, аңқау жуас адам болмау керек. Себебі адамдар сені төмен санай бастайды. Сені пайдаланғысы келеді. Бір сөзбен айтқанда сені менсінбейді. Адам екі уақытта үнсіз қалады. Бірі бәрін түсінгенде, енді бірі бәрінен көңілі қалғанда. Өмірде ең қиыны не екенін білесіз бе? Алланың сынағы. Жүректегі мұң, іштей жылаймыз, сырттай күлеміз. Болмай тұрма көңіл күйің, түсінемін, өмір қиын. Сен еңсеңді түсірмеші, ұсынады өмір сиын. Кімге керек жылағаның, пенделерден сұрамағын, тас жүрекке айналған көп, сабақ болар құлағаның. Жақсыға қылсаң жақсылық, нұр болып өзіңе қайтады. Жаманға қылсаң жақсылық, жыр қылып өсек айтады. Мен темекі тартпаймын, бірақ әрдайым қалтамда сіріңкенің қорабын алып жүремін. Жүрегім күнәға жақын бола бастаса, сіріңкенің біреуін жағамында қолыма жақындатып, сен мына бір сіріңкенің отына шыдай алмайсың. Онда тозақтың отына қалай шыдамақсың, деп айтамын өзіме. Адамның жаны қаншалықты лас болса, соншалықты менмен тәкаппар болады. Жаны жетпеген шыңға тұмсығымен жетуге тырысады. Сый білмейтін адамды сыйламаймын. Ұнатпайтын адамды қинамаймын. Өз үйімдей таза ұстап өмірімді, керек емес қоқысты жинамаймын. Сізге ашуланған, бірақ жаман ештеңе жасамайтын адаммен достасыңыз. Себебі ашу адамның мінезін ашады. Өмір деген бітпейтін баяндама.
миллиондаған мыңдаған аялдама. Қай бекеттен қай күні түсіп қалам, мендік тағдыр бір Аллаға аян ғана. Әлемнің жақсысы өзім деп біліңіз. Қып-қысқа өмірде ойнаңыз күліңіз. Бітпестей боп жүрген мынау қу жалғанда, жай ғана жолаушы жандардың біріміз. Өмірдің әр күні Алланың сыйы ғой, ендеше Аллаға шүкір деп жүріңіз. Жақсы адам жақсы сөзді тереді. Жақсы ойлап жақсылыққа сенеді. Жақсы достар бірін-бірі қолдап тек, бар жақсылығын қолындағын береді. Сыйластықтан жасай берші жақсы адам, сыйластық қой біздерге ең керегі. Мұңаймашы қалса дағы гүлің солып, сен мықтысың бәрінен де бүгін соңық. Күн дейтіндер аз емес күндей берсін, күн дегеннен қалмайды күнің сөніп. Өрле қайта өсе түс төмендеме, өресізбен өлшенеді өрең неге. Қанша бірақ биіктеп кетсең дағы, дұшпан барын ұмытпа төбеңде де. Ең бастысы түсірме көңіліңді, көкке жетсе шығарып көрініңді. Өмір мынау ешкімді еркелетпес, өзің сүйіп еркелет өміріңді. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.